Казакстанга оралганыма кубанычтымын. Және де ертең азанда мен Астанаға ұшам 6:30 таңғы. Одан ары қарай, яғни арғы күні Италияға, ол жерде сондай бір керемет медиа форум болады. Германиядан және де Қазақстаннан осы медиа саласындағы түрлі сарапшылар келеді. Және де мен солардың қатарындамын. Жалпы Италияға шақырту алған күннен бастап мен енді сақадай саймын. Чемоданым жинаулы, фотоаппараттарым дайын. Қысқасы дайын емесі тек доклад қана, яғни баяндама. Баяндамамның тақырыбы Қазақстандағы әлеуметтік желілердегі этика тақырыбы. Енді мен біраз өзімнің зерттеуімді жүргіздім осы тақырып аясында. Бірақ енді соның бәрін жүйелеу керек, соның бәрін дұрыстап жазу керек. Я әрине Назгүл болғандықтан, дедлайнның королевасы болғандықтан, оны тура Италияға бір күн қалғанда істейді да Назгүл. Өкінішті әрине. You're heading on your own love, time not to be there. She says she won't care, now you had something before you had. One love, you're heading on your own love, time not to be there. She says she won't care, now you had something before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's an odd thing. I cannot be your whole world, we sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough for you, but you said someone will come and replace me. How can you replace me while it's true? Это автобус для кого? Для нас, он с самолета всех привез. Пойдем, мама. Түні бойы ұйықтамаған, Астанаға келген соң 9-дан 12-ге дейін өзінің бөлмесін күткен адам нені аңсайды, нені армандайды, білесіздер ма? Міне. Қонақ үйдегі бөлменің бағасына тек таңғы ас кіреді екен.
сол қазір сағат 3-тен асып кетті, мен қарным ашып кетті. Ей, асықсай! Мен Астананың мұнша долы екенін ұмытып кетіппін. Тамағымды өзіммен бірге алып шықтым. Қазір бөлмеге барып жеймін. Астана мені енді танайын деді. Түсініксіз Астана. Жаңа ғана күн шыққан еді ғой. Не мынау? Мен тоқтаған отель. Және не істеу керек қайтадан? Мынау парашют болып кететін қол шатырды жақсылап ұстап алу керек. Жаңбыр. Негізінде маған осындай кішкене бір тыныштық көңіл күйі өте қатты қажет болып жүрген. Бәлкім осындай бір күнге болсын мейлі, Астана болсын мейлі. Бірақ дегенмен бастағы сондай артық нәрселерді кішкене итеріп, жаңадан шабыттанған, басқаша назгүл болып шығу үшін кейде осындай сәттер қажет. Мен өзім табиғатым бойынша көпшілмін. Көп жалғыз қалғанды онша ұнатпаймын, бірақ дегенмен өзімнің жеке кеңістігімді сыйлаймын. Яғни менің жеке кеңістігімді сыйламайтын адамдармен онша сыйыса алмаймын. Сондықтан қажет кезде осындай сәттердің болғанын мен қатты бағалаймын. Және де рахмет өмір. Сосын айтайын дегенім, өмірде барлығы өзінің уақыт сәтінде, өзінің уақыт мерзімінде болады. Ешқашан бұған күмәнданбаңыз, себебі оған сіздің өміріңізде болып жатқан кез келген сондай оқиғалар кепіл бола алады. Сіз соған тура дайын болған мезетте, ол сізді көп күттірмейді. Менің осы саяхатымда, яғни Италияға саяхат, осы Астанадағы бүгінгі тыныштық күйі ұйқым қанбаған болса да, барлығы менің ойымша дайын болған мезетте ғана болған сияқты. Өмірде ғажайыптарға орын бар екенін мен қайта түсініп жатырмын. Оған себеп Италияға сапарым. Осыдан 4 ай бұрын, сәуір айында, мен өзімнің ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшама «Душа просит Италии» деген пост жариялаған екенмін. Оны мен осы жақында ғана байқадым. Бәлкім біреу үшін ол түкке тұрғысыз сондай бір кезекті пост шығар, бірақ мен үшін ол кездейсоқтық емес. Мен үшін ол керемет ғажап нәрсе.
мен үшін ол қалаудың, арманның орындалуы, және де мен үшін демек менің дұрыс толқындарды ұстай алғаным деп түсінемін өзім. Сондықтан сіздердің де егер жүрегіңіздің түкпіріне сондай қараңғы бір жағына тығып тастаған, көміп тастаған армандарыңыз болса, өтінемін шығарыңыздар, және де қайтадан балаша армандаңыздар. Бірақ тек балаша армандап қана қоймай, соған ұмтылыңыздар, шын қалаңыздар, яғни қадам жасаңыздар. Сол кезде барлығы да орындалады екен. Сағат 1:30, ғажап күн болды, ұйқым қанбаса да, ертең бұдан да ғажап болады, Құдай қаласа. Ендеше қайырлы түн болсын. 2 сағаттан кейін тұру керек. Сәлем, достар. Мына жаққа менде микрофон пайда болды. Настоящие блогеры. Естіле ме? Бәлем.